радикалды идеология адамдардың осы білімсіздігін пайдаланып кету болып тұр ғой. Соғысқа шақырады, жихадқа шақырады. Қоғамдағы протесттік қауым бар. Соларды өзіне тарту арқылы идеологиялық жүйеге сыналап кіріп тұтастығымызға бір залалын тигізуде. Тікелей тозаққа жіберетін, жұмаққа кіргізетін Құдайдан келген елші емес ешкім. Сондықтан қазақта бір сөз бар емес, оқыған сайын өзімнің надандығымды сезіне бастаймын дейді ғой. Интернет жедел хабар таратудың құралына айналғалы медиа кеңістікте деструктивті материал көбейді. Олардың дені мемлекеттің саяси бағдарын даттап, бүлікті жақтайды. Мамандар қауіпті контентті бұғаттағанмен сыртқы күштер айылын жияр емес. Яғни радикалды идеология жылан секілді 40 жерден кессеңіз де кесірткедей қауқары қалатынын дәлелдеп отыр. Салафизм ағымдары бұлар қай елде, қай жерге кірсе де ол идеологиялық сарынмен мемлекеттік билікке сіңудің әрекетін жасайды. Маған түскен ақпараттарға қарағанда белгілі бір діни қауымдастықтардың өзінің қоры бар. Оған жаңа сол жақтағы мұнай магнаттары, шейхтар қаржы аударып тұрады. Онымен қоймай жаңағы бізде Қазақстандағы осы діни ағымды қолдаушы олигархтар бар ғой. Олардың қаражаты бар деген сияқты. Жұмыссыз жастарды әсіресе өнер адамдарын еліктіру арқылы, қаржыландыру арқылы, соларды қоректендіру арқылы өздерінің ұяшықтарын елге таратып жатыр. Бір хадис айтқан болатынмын. Мағынасы залым басшылар жайлы. Соғыс жайлы әңгіме жүреді, уағыз насихаттарда. Бақыт Назаров, Өзбекстаннан келген қандас, терроризмді насихаттап, діни алауыздықты қоздырған үшін сот үкімімен 8 жылға сотталды. Мен мешітке барып намаз оқығаным үшін, или имамдарды, ұстаздарды тыңдағаным, діни муфтият белгілеген ұстаздар тыңдағаным үшін сотталып кеткен жоқпын. Мен интернетте айтқан кісілерді тыңдағаным үшін осындай менде адасушылық болды. Не болды? Қатешілік болды. Бұл затқа түсіп қалғаным себебі мен 30 жыл Өзбекстанда тұрдым. Өзбек класста, өзбек мектепте оқып білім алдым. Өзбекшеге жақсы түсінгендіктен интернет желісінде, ютубта өзбек болған адамдардың уағыз насихаттарын тыңдадым. Абдуллах Зуфар, Садық Самарқанди. Абдуллах Зуфар, Содик Самарқанди. Бәрі өзбек этносының өкілдері. Жалған ұранмен ақиқаттың бетін бояп, буквализмге негізделген идеяларын таратуда. Ғасырлар бойы қалыптасқан діни құқықтық жүйе мәсқапты мойындамайды. Діни терминдерді бұрмалап, зорлық-зомбылықты ақтайды. Өзбекстан Республикасы бұларды аса қауіпті қылмыскерлердің тізіміне қосып, іздеу жариялады. Қазақстан аумағында да деструктивті діни ағым көсемдерінің уағыздарын сақтап, таратуға сот шешімімен тыйым салынды. Қазір мысалы сәләфи дейміз, олар өз арасында 5-6 тармаққа бөлінеді. Бәрінің оқығаны бір кітап, бәрінің ұстанатын бір шейх, бірақ идеологиясы ұстаным бір-біріне келмейді. Бірін-біріне сәлем бермейді, бірін-бірін кәпірге санап, бірін-бірінің артына намазға тұрмайды бұлар. Ибн Таймияны тыңдайды, немесе Мұхаммед ибн Абдул Вахабты тыңдайды, соның пір тұтады мысалы. Бірақ өз арасында басып іспейді. Неге? Өйткені бұл ағым. Манипуляция жасау ма, ақша табу ма, дүние табу ма, мақсат бұл жерде дін болып тұрған жоқ сияқты да. Бақыт Рамазан айында түрлі долбарға толы теріс ойды жамағаттың талқысына салады. Әңгіменің тоғытері зайырлы қоғам зұлымдық дегенге саяды. Осылайша қоғамға іріткі салып, мемлекет құрылымын құлатуға бағытталған қандастың пікірі қылмыстық іске арқау болды. Осы мына ісіме байланысты не істейтін болсақ,
бір ауызашарда сол ескен сол кісілерден ескендерімді бір хадис айтқан болатынмын. Мағанасы залым басшылар жайлы. Соғыс жайлы әңгіме жүреді, уағыз насихаттарда. Үкіметке қарсылық жайлы сөйленеді, мысалы үшін. Сондай көп тақырыптар болады негізі. Анашым айтқан бір сөз есімде қалды. Балам, 10 күнәнің 9-ы тілден деген, сен тіліңнен таптың ғой балам. Тіліңді дейді көп айтатын едім мен саған деп айтып қойды. Сол кезде түсініп жеттім. Анашым дұрыс айтқан екен. Істеген ісімді сол үшін мойындаймын. Және қателескенімді түсініп отырмын. Қалай айтсам болады екен. Бұл білместіктің, білімсіздіктің кесірі болып есептеледі. Интернеттегі дүрмекке ілесіп адасқан бақыт басындағы бақты бағаламағанын қапасқа қамалғанда түсінді. Қазір жазасын Ақтөбе облысындағы абақтыда өтеп жатыр. Оның санасына ұялаған індетті теологтар іліммен емдеуде. Дәстүрлі сенімге бұрылған бастапқы беталысы дұрыс, ал соңғы нәтижесі тек өзіне байланысты.